ауылда өстім, шаңына аунап еркелеп, оядан ұштым, қатайды қанат ертерек. Асығып алда бақытым күтіп тұрғандай, армандар асқақ, қиялдар қилы жетелеп. Қаланың мынау тамаша сайран сауығы, жолдарын жуған нөсерлі жылы жауыны. Бәрі де ғажап, сағынған кезде бірақта, аңсарым алып, іздедім сені ауылым. Ауылым аңсадым, әппақ таңды. Қазір. Сәуле, қош келдіңдер. Майра, сәлемет. Қалай айтпай кеп қалдыңдар? Кіріңдер, төрлетіңдер. Рахмет. Қалайсыңдар, қаларың қалай? Өздерің қалайсыңдар, рахмет. Шүкір, жақсымыз. Көрмей жүріп көп болды. Сәлем жаным, қалайсың? Үлкен қыз болып өсіп кетіпсің. Тфай. Кел шешеңіз. Кім келді? Сәлеметсіз бе? О, сәлемет пе. Қалың қалай? Жақсы. Өз қапты. Алина, киімдерін ала қой апайын. Ауылдағылардың қалдары қалай? Жақсы, бәрі жақсы. Мам, шүкір. Бұлар кімдер? Сенің әпкен ғой? Айзада сенің туған бөлен. Кішкентай кезінде екеулерің бірге ойнадыңдар ғой? Танымайды екем. Жарайды, жұрағында екеуміз дастархан жайып жүрейік. О, Жанел, привет! Привет. Қара, менде бір ай ішінде 200 подписчик. 200 подписчик? Наны қара, бір ай ішінде 30 мың подписчик. Так что өзіңнің 200 подписчикпен отыра бер. Тикток түсіре алмайды дейсің бе? Көреміз. 30 мың подписчигінен айырылғанда не деп сөйлейді екенсің? Бір демалайын десек, өстіп жұмыс беріп қояды ғой. Енді осы үйдің баласы болғаннан кейін істесін дейді да. Шаршап кеттім мен. Шаршама, досым, шаршама. Тез қимылдасақ тез бітеміз, сосын отырып демаламыз. Мынау коробканы жайына қойсақ болды. Ауыр коробканы шкафтың үстіне қоймайықшы. Бірден сынып қалады ғой. Лондон үлкен шығар, я? Я, үлкен. Адам көп. Я. Мә, онда сендерде күшті екен ғой. Бізде тек санаулы балаларға ғана тамақ береді. Оның үстіне документ тапсырамыз. Лондонда оқушылардың жағдайы жақсы қамтыған. Кеше кешкісін көріп едім, бүгін Лондонда сыйластық күні ма? Ондай мереке бар ма? Я, сондай мереке бар. Біз достарымызбен бірге жиналып, беттерімізге суреттер салып, күнді жақсы өткізетін едіміз. Сурет? Я, сурет. Бірақ мынау жылы мен өткізбеймін мынау мерекені. Ешқандай достарым жоқ. Неге? Мен бармын ғой. Сенде үйде боялар бар ма? Я, менің үйінде боялар бар. Ал кеттік ендеше. Ойбай, немене істеп алғансыңдар? Өздерінің түрлерін айнадан көрдіңдер ма? Не күлесіңдер, бұл сыйластықтың белгісі. Сыйластықтың белгісі осылай деп кім айтты? Бұл ертеден келе жатқан мереке. Әкеңдер беттеріңді сендерге... Ой, жоқ, сыйластықтарына рахмет.
Қыздар, сендер жалпы не істеп жүрсіңдер? Сыйластық деген ол бетті бояу емес, шын жүректен шыққан құрмет, қиындықта да, қуанышта да қасынан табылу. Айтпақшы, бүгін ауылға Гаухар келді ғой. Сол жайлы білесіңдер ма? Кіммен әңгіме айтарын білмей отқан шығар. Аслан, біз сені түсіндік. Сау бол. Тек қана беттеріңді жуып барыңдар, шошып кетпесін. Сыйластықтарына рахмет, Арай. Не деген сөздер десейші, Аслан? Ал енді мұнай коробка не істейтінімізді ойланайық. Білмеймін. Сосын біздің үйді барып жинауымыз керек. Ойнап айтам, мен тренировкаға баруым керек. Осы сен немене шаршамайсың ба? Не үшін шаршауым керек? Қаласың менімен бірге жүр. Ой, жоқ, мен бүгін демаламын. Шаршадым. Ертең барайық. Ей, бұл оқтағаның несі? Менің 30 мың подписчигім. Енді не істеймін? Қарашынаны түсіру керек екен, я? Сен оның қимылын білесің бе айтпақшы? Сен? Мен білемін, жатқа білемін. Давай так Біз қазір тикток түсіреміз, сен былай тұра тұр жараймын. Давай. Давай, 3, 2, 1. Неге жүрек жасамайсың? Не болса шу ұмытып кеттім. Ұмыта бермешсен, сенге сенен тикток құртылды Сен ғой. өзі қателеспейсің ба? Жап жаузынды. Сен неге қателеспейсің? Бересің, айқайлаймын саған. Сен вообще кетші бар, өзім ақ түсіріп алам тиктокты. Өзім түсіріп алам. Солай болды. Жаным-ау, сен мықты қызсың ғой. Қызықты күндерін әлі алда. Естеріңде ма? Кішкентай кезімізде Гаухар екеуміз бір ойыншық үшін төбелесіп қалып едік қой. Я, есімде Аслан әрен ажыратып, оны да ұрсып едік қой. Сендер сол кезде істемейтіндерің жоқ еді ғой. Я, сол кездер күшті еді, я. Төрт көзіміз түгел, аулада ойнайтынбыз, сурет салатынбыз. Я, менде бір ой бар. Бүгінгі күнді аулада ойнап, қызықты өткізсек қалай болар еді? Я, әйтпесе менің де ішім пысып кетті. Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. О, привет, Жанель. Не болды саған? Тыныштық па? Жоқ, тыныштық емес, Аяна, жаман. Өте жаман жағдай. Не болған саған? Үйіңшелер қуып жіберген жоқ па? Жоқ. Әлде үйің өртеніп кетті ма? Жоқ, одан да жаман, катастрофа. Мен 30 мың подписчиктан айырылып қалдым. Ужас! Жүр ішке кір. Болды, успокойся, Жанель. Жылама, болды, қойшы. Кететін болған соң кетеді енді, болды, қойшы. Ей, қарындастарым, не болды? Нәп жылап отырсыңдар? Өте жаман болды, аға. Ойбай, не, біреуден айырылып қалдың, біреуге бір нәрсе болып қалды ма? Одан да жаман. Одан да жаман не болды? Тикток аккаунтын біреу взломать етіпті. 30 мың подписчигі бар еді. Ой, тиктокты ма? Я. Ойбай, қиын жағдай болған екен бұл онда, я? Я. Ойбай. Қиын болыпты қарындастарым. 30 мың подписчиктен айырылып қалдық десеңдерші. Қандай жақсы адамдар еді. Қандай жақсы адамдар еді. Бүгін бар, ертең жоқ деген осы екен ғой, ә? Оңай емес, сендерге де оңай емес. Қиын ба, айырылып қалу деген қиын, өте қиын. Біз негізі подписчиктеріміз бар кезінде бағаламаймыз ғой. Ау енді сендерге бір айтарым, артынан ізім басып қалған инстаграмдағы достарыңа ықтият болыңдар. Солардың әйтеуір көңілдеріне қарап, не сұраса да жеткізіп,
үкілеп сүпілеп соларға ықтият бұндар. Арты той болсын. Не айтам мен басқа? Біз әйтеуір келеміз, кетеміз. Сендерге қиын ғой. Қиын. Енді анау 30 000 подписчиктеріңмен өткен әр керемет сәттеріңнің бәрі естелік болып қалады енді тек. Ертеңнен бастап жаңа TikTok бастаңдар енді. Амал жоқ. Өмір болған ең болады да ондай. Бірақ қандай еді? 30 000 деген оңай емес қой ол. Екінің бір не қыла бермейді оны. Ой бармай. Жаман қиын жағдай ғой мынау. Мен мынаны сөзім жоқ айтар. Қарындастарым, сендерге бір айтарым сол. Ертеңнен бастап жаңа TikTok бастаңдар айналайын. Мен бөлмеме кеттім онда. Бөлмемде болам. Жылай бермеңдер енді. Тек сендерге сабыр берсін деймін. Көп жыламаңдар. Сабырлы болыңдар, тек сабырлы болыңдар. Так. О, балдар жарайсыңдар. Жинап болдыңдар ма? Иә, біттік аға. Аслан, сен келгең жақсы болды негізі бар ма? Нұрбол, сен болмасаң, былжырап жүретін еді әлі. О, әке. Мына коробканы неге шығармағансыңдар? Сынған ыдыстар еді ғой. Ішіндегінің өзім бұрыннан сынған ба? Иә, сынған ыдыстар ғой. Оны мусорға тастасаңдар, сосын болды. Тапқан жоқпын әлі, қарап жатырмын. Ой, бұл, көзініп кетті ғой. Не тағы да болды? Сен түсінбейсің. Сен баяғы TikTok'ың ба? Да, ондайды жолға да төлемеспін. Болды, солай берме. Сосын дұрыс қалады. Кетші бар, и так плохо. Иә, баршы бөлмеге. Таптың ба? Таптан сияқтымын. Қазір бір мен таптым. Мына нөмірдің кім екенін біліп алсақ, сенің аккаунтыңды кім зомат еткенін біліп алатын боламыз. Достар, біз бүгін мына жерде қыдырып жүрміз. Қандай әдемі айнала, айтыңдаршы. Ой, бұл бейшара. Шынау құлап жатыр ғой. Бейшара құлап қапты ғой нау. Ұялмайсыңдар ма? Біреу құлап жатқанда камераға түсетін кезге жеткенсіңдер ме? Сенікі жайма, бізге ақыл үйретпе. Өзіміз білеміз біз. Қарашы қандай болып жатыр. Камераны алыңдар, ұялмайсыңдар ма? Сен вообще үйіңе баршы. Жайма сендердікі? Неге тастап кетпейсің аны? О, привет, Жанер, қалайсың? Мені білмей қалады деп ойладым ба? Не айтып тұрсыңдар? Сен Жанелдің аккаунтын бұзып тастағаныңды айтып тұрық. Мен ешкім... Ақталма! Біз бәрін білеміз, түсіндің ба? Жабылмаңдар. Екеуін бір қызға жабылып, ұялмайсыңдар ма? Ал сен араласпа. Сен кімсің тағы? Шаруан болмасын. Ұялмайсыңдар ма бір қызға тиісіп? Біз әлі кездесеміз. Рахмет саған. Екеуі саған қатты жабылды ма? Иә. Не болды? Бірақ өзімен де қате ғой. Екеуінің жаңа қыздың аккаунтын взлом етіп тастап едім. Сендерде де сол телефон, подписчик деген әңгіме ме? Айтпақшы, менің атым Айзада. Самал болады. Мынаны қарашы. Өте күлкілі екен. Мына фотоны салсам қалай? Обложкасын өзгертуге болмай ма? Білмеймін. Қазір көрейін. Бүгінгі айтқан сөздерім үшін кешірім сұраймын. Жасыма қарамай көп айтып қойдым. Бірақ сіздердікі де дұрыс болмады. Дұрыс болмағанда, сен біздің жұмысымызға араласпасайшы? Ал мен араласпағанда не болатын еді? Ештеңе болмайтын еді.
Сен жөніңе қарап жүрші вообще. Ауылдан келіп алып, өзінше болмаш, біз оны контентін түсірдік, социальный ролик. Ал менің ойымша, құлап түсірінген адамды видеоға түсіргенше, қайта оған көмектесіп, оған қол ұшын созып, солайынан пайдаларынды тигізген дұрыс. Және өздеріне де жақсы болады видео немесе контент түсіретін едіңдер. Бұл контент емес, социальный ролик емес па? Иә, социальный ролик. Иә, социальный ролик екен ғой. Қарап көрші, мүмкін көп просмотр жинап жатқан шығар. Жақсы? Иә, шынымен де просмотры көп екен. Мүмкін ертең түсіріп көреміз? Иә, оның үстіне халықтан да жақсы пікірлер келеді. Иә, ол туралы ойланбаппыз. Идеяң үшін рахмет. Оны естен түретін болсақ, мен қазір қайта берейін. Жақсы жүр. Сау бол, Моле. Сау бол. Сосын аға кеп, мұнай коробка мусорға тастай салыңдар сөйтіп, алып біз оны сынып қалды ма деп жүрсек. Нұрбол, сен сонда үйінде қайзат бүтін қайзат сынық екен білмейсің бе не? Не керегі бар, қызықсың сен. Ал біз кеше қыздар болып, сурет салдық, әңгіме айттық, ауылды араладық. Беттеріне сурет салмадыңдар ма? Қойшы. Аслан, рахмет саған. Сыйластықты түсіндім сен айтқанын кейін. Гаухар да мәз болып қалды. Ал мен ертең Асланмен тренировкаға барамын. Ұмытпай алып кет. Ой, сен ұмытпасаң, мен ұмытпаймын ғой. Айтпақшы, Бибінұр, сен қазақшаны таза сөйлеп қалыпсың ғой? Я, мен қазақшаны таза сөйлеп үйреніп жатырмын. Мен сендерге қорқынышты әңгіме айтайын. Бір күні бір жалғыз үй болыпты да. Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.